Сәлем достар, бұл екінші тест. Мен сіздерден 60 подписчик сұрағаным үшін. Бұл мынандай жағдай болып тұр. Бұл мынандай жағдай емес, срочный. Мынандай болып тұр. Мен мамамна бүгін ойыма келіп бір нелерде болып жатыр. Тиктокшілерде. Мынандай, сіздер маған 1 миллион подписчик жинасаңдар, мен бабам айфон алған деп сондай. Мен сондықтан 60 подписчик дейін деп жатырмын. Пожалуйста, жинап беріңдерші. Сол кезде мен де шештім, мамаға айттым. Мама, жұмыстан келген сол кезде мама, если мен подписчиктерім 60 просмотр жинаса, мен айфон сатып алсам бола ма деді. Жарайды деді, енді без проблем. Енді күтем, вот именно мен айфон үшін сіздерден сұрағам. Жазады ғой, жазуға сондықтан симай қалды. Осыған неге жазайын, не істейін дегенмін ғой, айтайын дегенмін ғой. Достар, еще мынандай бар. Если сіздер мені бандап тастасаңыз, кейбір тиктокшілерді бандап тастаған, мені бірақ өтініш бандамай қойыңыз. Менде так-то өзім родительский компания, бірақ мынандай комментарий оқи алмаймын. Кейбір кезде менде родительский компания, мысалы жамансыз жасаңыз, ол маған келмейді. Жақсы жасаңыздар, вообще не келмейді. Сондықтан мен оқи алмаймын, кешіріңіздер. Вот видео бітті. Всем пока-пока.